Бұл жігіт тарихтағы қайталанбас тону ұйымдастырған. Бұл Альберт, жасы сол уақытта 44-те болған және Францияда тұрған. Альберт осыған дейін бір-екі рет түрмеде болған, бірақ шыққан соң біраз уақыт бойы фотограф болып жұмыс жасап жүреді. Үйінде отырып ол бұрынғы өмірін сағына бастайды. Сөйтіп ол үйінің жанындағы ескі банкқа көз түседі. Жайлап ішке кіріп қарап шығамын дегенде қызықты бір зат байқайды. Банкта сигнализация жоқ екен. Енді не істесе болады? Болды, онда банк тонаймыз. Енді жоспар керек. Тура алдынан кірсе бірден ұсталынатынын түсінеді. Ол далаға шығып канализация люгін байқайды. Альберт оның ішінде бір аптадай жүреді, бірақ тура банкқа алып баратын жолды сол күйі таба алмайды. Сөйтіп ол қала әкімдігінен туннельдің картасын алады. Бұл жігітке картаны қалай бере салғаны ол да сұрақ. Сонымен ол картаны оқып көмекшілер іздеуге кіріседі. Және әрине ол бұрынғы достарын шақырып алады. Сөйтіп жұмыс басталып кетеді. Барлығы жабылып, банк жаққа қарай туннель қаза бастайды. Ең қызығы, дауыстарды ешкім естімеген, немесе мүмкін мән бермеген. 2 ай өткен соң олар қабырғаға жақындайды және демалыс күндерін күтеді. Сақтау камерасына кірген соң олар есікті іштен дәнекерлеп тастайды. Не деген ақыл десеңізші. Сөйтіп олар бағалы заттар, ақша, жалпы ішінде не бар барлығын алады және демалыс бойы ішінде жатады. Тамақ ішеді, ұйықтайды. Сөйтіп демалыс біткен соң олар жайлап шығып кетеді. Дүйсенбінің таңы болады. Қызметкерлер жұмысқа келеді және олардың біреуі сейфтарға заттар салуға барғысы келеді. Бірақ есік ашылмайды. Естеріңізде болса, олар іштен дәнекерлеп тастаған болатын. Қанша тырысқанымен олар есікті сол күйі аша алмайды. Олар амалсыз жұмыскерлер шақырып қабырғаны сындырып ішке кіреді. Ал ішінде түсінгендеріңізде ештеңе қалмаған. Олар 317 ұяшықты тап-таза етіп кеткен. Ұрланған ақша 46 миллион франкты құрайды. Доллармен санаса 10 мың. Әрине олар полиция шақырады. Тергеу кезінде аноним адам оларға қоңырау шалып Альбертті ұстап береді және ол барлығын мойындайды. Бірақ Альберттің түрмеге қайтып баруға құлшынысы болған жоқ. Сөйтіп соты олардың алдында, тергеушінің алдында отырып, ыстығым көтеріліп тұр, терезе ашайық дейді. Терезенің алдында тұрып, ол 2-ші қабаттан бірақ секіреді және астыдағы тұрған көліктің үстіне түседі. Сол кезде мотоциклмен досы келіп, екеуі белгісіз бағытта жоқ болып кетеді. Полицияның оны іздемеген жері қалмайды. Альберт ол уақытта ұрлаған ақшасымен жасанды паспорт пен парик жасап алып ел аралап қыдырып жүреді және ота жасатып та үлгереді. Мүмкін соның көмегінен болар, ешкім оны таба алмай жүреді. Іші пысқаннан ба, ол өзін суретке түсіріп полицияға тонналап хаттар жіберіп тұрады. Сөйтіп жүріп 3 кітап та жазып тастайды. Көп созбай-ақ қояйын, оны сол күйі таба алмай кетеді. Және сол ұсталмаған күйінде қайтыс болды дегенде дерек бар. Жалпы тонауға 12 адам қатысқан, бірақ олардың 3-еуі ғана ұсталған. Бұл тонау тарихтағы ең сәтті тонау деуге болады. Егер олай айтуға болатын болса әрине. Жалпы оқиғаның соңы осы. Біз мұндайға қарсымыз әрине. Олай жасауға болмайды. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Show. Hold me close, don't let go. In this moment